Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер, сүйікті оқырмандарым. Сіздермен бүгін дәруменге бай салат жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде мен қызықты видеоларымды бірінші болып көресіздер. Керек көкөністердің барлығын жуып тазалап алдым. Ең бірінші осы қиярымызды видеодағыдай тураймыз. Достар, қазақша футблогтың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұранамын. Егер осы видеорецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астына поделиться деген батырманы басып, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі енді қызанағымызды тураймыз видеодағыдай. Достар, алдағы уақытта менің каналымда қызықты, пайдалы, тегін мастер-класстар өткізетін боламын. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен тағы да каналымда салаттардың түрлері бар. Енді келесінде осы редискамызды видеодағыдай турап аламыз. Редискамызды жұқа етіп турауға тырысыңыздар, сол кезінде әдемі болып шығатын болады біздің салатымыз. Ендігі келесінде осы сәбізімізді осындай терканың көмегімен өткізетін боламыз. Сіздер қалаған көкөністі қоссаңыздар болады. Мен осындай кинза қостым. Сіздер кинза ұнатпасаңыздар, петрушка немесе укроп та қолдансаңыздар болады. Енді бұл жерде өздеріңіз қалауыңызша қолдана бересіздер. Ендігі кезекте чесногымызды ашып тураймыз, майдалап немесе арнайы құрылғымен чесногымызды езіп аламыз. Мен бір бас чеснок қостым. Мен кішкентай балдарым жейтін болған соң аз қостым. Егер екі бас чеснок қосуға да болады. Енді майдалап, жақсылап турап салатымызға қосамыз. Ендігі кезекте салатымызға приправалар қосатын боламыз. Мен тәтті паприка қостым. Сосын сәбіз салатқа арналған приправа қостым. Татымына қарай тұз, қара бұрыш немесе ашық қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Сосын 6% алма уксусын, кішкене көк пияз қостым. Сосын 60 граммдай сұйық майымызды жылытып, осы чесногымыздың приправаның үстінен құятын боламыз. Сол кезде дәмі ерекше дәмі беретін болады. Енді кішкене араластырып, осындай салатный листьямызды қолдың көмегімен үзіп-үзіп саламыз, немесе майдалап турасаңыздар да болады пышақтың көмегімен. Осылай барлығын салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен біздің көктемге арналған витаминді толы салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.